Кім лайк басады, Құдай тағала лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер. Барлық саяси тұтқындардың атын атап, түсін түстеп, оларға бостандық талап етуіміз керек. Егер ол талап орындалмаса, барлығымыз митингке шығатынымызды ашық жария етуіміз қажет. Міне нақты нәтиже, нақты жұмыс осыдан басталуы керек. Адал азаматтар жиналған парламент, адал азаматтарға қорған бола білуі тиіс. Бүгінгі жиынның жұмысына сәттілік тілеймін. Рахмет. Ғалымдар қашанда ілгері жүреді ғой, ілгері қарап сөйлейді. Еске сөз сіздің жаңа көтеріп отырған мәселеңіз туралы мен қазір айтамын ұсыныс тұрғысында. Қалай қабылдайсыздар? Мүмкін осы жоба дұрыс десеңіздер, осыны қабылдаймыз, толықтырамыз, қосамыз десеңіздер, ол тағы да өз еріктеріңізде. Халық парламенті деп атадық. Халықтық емес, халық парламенті дұрысы. Ол биліктің парламенті бар. Қазіргі отырған өздеріңіз білесіздер. Мынау халық парламенті. Халықтың ішінен шыққан азаматтардан құралған жұмыс істеу тобы. Дәл осы парламент, ана парламент қандай мәселелермен шұғылданады. Бізде сонымен шұғылдануымыз керек. Айырмамыз олардан гөрі адал, таза және ықпалды жұмыс істеу. Халық парламентін құру туралы, содан кейін халық парламентін жұмысын үйлестіру туралы. Топтар құру, жаңа үйлестіру кеңесі деп жатырсыздар. Мен сол туралы қазір дайындалған тапсырма бойынша нені мазмұндап айтам. Бұны біз бір рет қоғам белсенділеріменен бір рет талқыдан өткізіп алғанбыз, негізінен толық қолданған, кейбір ұсыныстар айтылған, оны осы жерде қостық. 22 жылғы 9 маусымдағы және 2023 жылғы 19 наурыздағы сайлаулар авторитарлық, тоталитарлық жүйені сақтап қалудың, демократиялық құндылықтарды қажетсінбеудің нағызы болып шықты. Кезектен тыс өткен бұл жалған лас сайлаулар арқылы Тоқаев 7 жыл президенттік билікті иемденді. Аманат және сол сияқты қоғамда қадірі жоқ партиялар мен халықтан қолдау таппағандар парламент мәжілісіне өтті. Назарбаевтың кландық, отбасылық, олигархтық жүйесінің саяси тірегі болған, атын ауыстырғанмен зат өзгермеген, адамдар өзгермеген партия халыққа ешқашанда қызмет етпейді. Қожасын жаңалаған бұл партия парламенттегі басымдылығын пайдаланып, қазіргі президенттің сойылын соғады. Тоқаевтың келісімін алған төңірегіндегілер бұл сайлауларда ескі тәсілдерді еш шімірікпестен қолданды. Заң атаулыны белден басты. Әр деңгейдегі комиссиялар және оның төрағалары ар-ұятты ұмытты. Миллиондаған сайлаушының үмітін үзді, алдап соқты. Қоғамдағы саяси моральдық құлдырау, кері кетушілік асқынды. Мемлекетке сенімсіздіктің соңы билікке ашық қарсылыққа алып келері сөзсіз. Қазақстанның барлық аймақтарында жаппай өрескел заң бұзушылықтармен өткен соңғы сайлаулардың нәтижесін халық қолдап отырған жоқ. Наразылықтар, қайтадан сайлау өткізу талаптары күн сайын көбейіп барады. Дауыс ұрлау жолымен, қараулықпен, заңсыз әрекеттермен билікке келгендерден адалдықты, әділеттілікті, заңды құрметтеушілікті күтуге болмайды. Елде саяси өзгеріс жасауға қабілетті және оған ынталы жүздеген белсенді азаматтардың, қоғамда орны бар танымал тұлғалардың бірде-біреуін сайлауды ұйымдастырушылар өткіздіртпей тастады. Авторитарлық, тоталитарлық билік жүйесіне әуестіктің ақыры оның құлауымен аяқталатыны айқын. Бірақ оған дейін мемлекеттіліктен, тәуелсіздіктен айырылып қалатындай жағдайға жақындадық. Біздер, отаншыл азаматтар, осында отырған барша азаматтар, дәл қазіргі сәтте қоғам, мемлекет үшін өзімізді жауапты санап топтасуға тиіспіз. Халық ішінде жүріп, оның мұң-мұқтажын айтып, мүддесін қорғап, көпшілік сеніміне кірген, қолдау тапқан қоғам қайраткерлері мен белсенділері, депутаттыққа кандидаттар, бақылаушы болып сайлауға қатысқан азаматтар халық парламентін құрғанымыз жөн деп есептейміз. Біз Қазақстанды саяси құқықтық дағдарыстан шығаруға, кедейшіліктен, жемқорлықтан, әділетсіздіктен құтқаруға жұмылуға тиіспіз. Халық парламентінің мақсаттары мен міндеттері назар аударып қарап отырыңыздар, қандай мәселе қамтылмай қалды, егер сондай болса, ұсыныспен шығып айтарсыздар.
19 наурыздағы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің және мәслихаттардың депутаттығына кандидаттарды сайлаудағы заң бұзушылықтарды талдау, Конституциялық сотқа, жоғарғы сотқа, бас прокуратураға жасалған шағымдардың нәтижелеріне сараптама жасау. Бұл бір жұмыс. Сайлаудағы заң бұзушылықтарға қатысы бар сайлау комиссияларын, төрағаларын жұртшылық талқысына салу, қылмыстық әкімшілік жауапкершілікке тартқызу. Бұл тағы да бір саласы. Ары қарай мен тізбелеп айта берейін. Президент және парламент сайлауларына жұмсалған миллиардтаған қаржының есебін талап ету, зерттеу жүргізу. Сайлау туралы, саяси партиялар мен бірлестіктер туралы, жиын бостандығы туралы заңдарға өзгерістер мен түзетулер енгізуге ұсыныс жасау, қоғамдық талқылаулар өткізу. Дау туғызған парламент сайлауын өткізудің дұрыстығы туралы мәселені Конституциялық сотта қаратуға ұсыныс жасауға президентті мәжбүрлеу. Жаңа конституция жобасын дайындау және халыққа таныстыру. Жаңа конституцияны референдум арқылы қабылдатуға халықты жұмылдырып ықпал ету. Мемлекетті басқарудың президенттік жүйесін парламенттік басқару жүйесіне көшіру жөніндегі ұсыныстарды іске асыруға атсалысу. Сайлау комиссияларын құру тәртібін өзгерту арқылы мектеп мұғалімдерін, ұстаздарды ондай қосалқы міндеттерден босатқызу, сайлауларды мектептерден тыс жерлерде өткіздірту. Билік парламентінің күнделікті жұмысын қадағалау, кез келген келеңсіздіктерін ашық сынға алу, үкіметті жасақтаудың балама нұсқасын ұсыну, лайықсыз саналатын министрлерді, премьер-министрді бекітуге қарсылық келтіру. Президенттің, үкімет басшысының экономикалық, әлеуметтік, саяси мәселелер жөніндегі жарлықтарын, қаулыларын, мәлімдемелерін, тапсырмаларын, жүктеген міндеттерін қадағалап отыру. Сөз бен істегі алшақтықты, бос уәдені, халықты алдауды әшкере ету. Назарбаевтың, оның әулетінің, алаяқтардың мемлекеттен жымқырған қаржыларын, кәсіпорындар мен ғимараттарын, кен орындарын қайтарту, қылмыстық жауапкершілікке тартқызу ісіне қатысу, қайтарылған қазынаны халық игілігіне пайдалануды қадағалау. 22 жылғы қаңтар қасиетіне байланысты құрылған барлық қоғамдық тәуелсіз комиссиялардың жұмысына қолдау жасау. Халықаралық құқық қорғау ұйымдары арқылы Біріккен ұлттар ұйымында, басқа да саяси құқықтық мінберлерде қаңтар қасиеті туралы мәселе көтеру, митингілерге қатысушыларға қарсы оқ атқызуға тыйым салғызу. Бейбіт жиында қаза тапқандардың, азапталғандардың, дәлелсіз заңсыз сотталғандардың, қудаланғандардың істерін қайта қарату, қаңтар қаһармандарының мәртебесін белгілеу, оларды авторитарлық, диктаторлық жүйеге қарсы тұрған демократиялық өзгерістер жолындағы күрескер ретінде бағалату. Стратегиялық маңызы бар жемқорлық, сатқындық салдарынан шетелдік компанияларға берілген нысандарды қайтарту, келісім шарттарды тексеруден өткіздірту. Еліміздің экономикалық, саяси тәуелсіздігіне нұқсан келтірген Еуразиялық одақтан шығу мәселесін көтеру. Қаңтар оқиғасы кезінде бейбіт тұрғындарды, алаңдарда, көшелерді атуға қатысы бар деген күдіктелінген Қазақстанды Ресейге әскери қорғаншағын тәуелді еткен ОДКБ-дан шығарту. Ресейдің Украинаға басқыншылық соғысын айыптау, ол соғысты тоқтатқызу үшін Қазақстан, Орта Азия елдері халықтардың бейбітшілік жөніндегі бірлігін ұйымдастыру. Тіл мен жерге қатысты мәселелер шешуге қоғамды жұмылдыру. Саяси тұтқындарды бостандыққа шығарту, саяси көзқарастары, наразылықтар үшін азаматтарды қуғындауға қарсы демократиялық институттардың қалыптасуына ықпал ету. Мінеки халық парламентінің атқаратын жұмыстарының негізгілері осылар.